Оқырман хаты. 2012 жылы тұрмыс құрдым. Сәтсіз болды. Бірақ шүкір 2 қызым бар. 2017 жылы ажырастық. Шыдамым біткен сол уақыт еді. 2019 жылы қадірімді білетін ер адамға жолығып тұрмыс құрдық. Шүкір ата-енем, күйеуім бәрі жақсы кісілер. Қазір 2 ұлымыз бар. Егер сол кезде шыдап жүре берсем, шын бақыттың не екенін түсінбей жүреді екенмін. Қателікпен ерте тұрмысқа шыққаныма өкінемін. Үлкен қызыма аяғым ауыр кез болатын. 2013 жыл. Туылған күнімді атап өтуге барлық туыстар жиналды. Күйеуім ғана келмеді. Кеш те болса келді, бірақ қонақ келген ба үйге деп сұрады. Менің туылған күнімді ұмытып та кеткен екен. Сол күні білдім. Кездесіп жүрген қызы бар екен. Ата-енеме бірден айтты. Ол кісілер ат айналып қазығын табады, келеді, қыдырып болған соң деп мені жұбатты. Балалықпен сеніп жүре бердім. Сұрауымнан бұрын 36 аптада босанып қойдым. 2013 жылы роддомға мен келдім, терезеден қарашы деді. Қарасам жаңа қызбен бірге келіп тұр. Неге екенін олар емес, мен ұялдым. Қызға мені жеңгем деп айтқан екен. Ол қызбен мамасымен сөйлесіп жүріп ара қатынастарын тоқтаттық. 2015 жылы Алматыға көшіп келдік. Екінші қызымды осы Алматыда босандым. Тым жақсы өмір сүрдік. Бізден 4 үй жоғары бір әйел тұратын. 2 ұлы бар. Сол үйден шықпайтын болды күйеуім. Бірде светін жөндедім. Болмаса холодильнигін орнын ауыстырып көмектесін деп сылтауы бітпеді. Күйеуі жоқ, жалғыз әйел болған соң көмектесіп жүрген шығар деп ойладық. Қателесіппін. Содан ол сол әйелге кетті. Қызым 6 айлық кезінде мен ата-енеммен бірге тұра бердім. Шымкентке қайтсам, үйдегілердің бетіне қалай қараймын деп 1,5 жыл сол үйде жүрдім. Бала-шағаң үшін келесің деді, келмеді. Мен де үйіме кеттім. Үйдегілер мені түсінеді деп шүкір ағам мен мамам түсіністік танытты. 2 қызды мамама тастап мен жұмысқа кеттім. Жұмыс жасап жүріп 2 жылдан соң бағыма жазылған жігітке тұрмысқа шықтым. Күйеуім, ата-енем, туыстарым бәрі жақсы кісілер. Аллаға шүкір, қиыншылықтан жарыққа шығарған. Қазір 2 ұлымыз бар. Бақытты отбасымыз. Сол уақытта қорықпай шешім қабылдап, қайта жаңа өмір бастағаныма қуаныштымын. Осылай жаңа өмір бастағанымда шын бақыттың не екенін білмей қалар едім бәлкім.